Сәлем баршаңызға. Осындай пияз нан жасағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек ұн, 2,5 бокал ұнға 1 бокал су құйып, судың ішіне кішкене тұз салып, қамырымызды илеп аламыз. Осылай илеп алғаннан кейін 1 сағатқа қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін осылай 4-ке бөлеміз. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Жаңағы 4 қамырдан 4 пиязынан шығады. Осылай жайып болғаннан кейін ішіне май жағып шығамыз. Пиязымызды дайындап қоямыз. Пиязды жіңішке қылып, кішкене тұз салып, қатты езбейсіздер. Суы шығып кетпеу керек. Осылай қамырымызға пиязымызды салып, орап шығамыз. Кішкене 1,5 сағатта қойып қоясыздар, бетін жауып, сосын алып, осылай крахмалмен бетін осылай басып шығасыздар. Қатты баспай, міне осындай болып шығу керек. Сосын қызып тұрған сковородкаға кішкентай ғана май құйып, осылай шетіне май жағып шығасыздар да, бетін жауып қоясыздар. Осылай жай орташа отта пісіріп шығасыздар. Міне осындай болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Маған тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар.